Қайырлы күн балалар. Мен Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қалиолданова Айнұр Сағатайқызы бүгін сіздердің назарларыңызға оқу сауаттылығына дайындаудың тиімді жолдары, яғни мәтінмен жұмыс жасау туралы түсіндіремін. Ең алдымен балалар, оқу сауаттылығы деген ұғымға кеңірек тоқталсақ. Оқу сауаттылығы дегеніміз оқушылардың жазба мәтіндерді түсінуі және қолдануы, мәтін барысында ой толғауы, жаңа білім игерудегі әдіс тәсілдерді қолдануы, әлеуметтік ортаға бейімделуі, яғни оқу сауаттылығының негізі мәтінмен жұмысты толық қалыптастыру болып табылады. Осы орайда балалар оқу сауаттылығын арттырудың маңызды ерекшеліктеріне тоқталып өтсек, ең алдымен нақты ақпаратты таба білу. Яғни, мәтіннің мазмұнын түсіну үшін мәтінге көз жүгіртіп оқу, мәтіннің тақырыбына қарай мәтінді болжай білу, және мәтіннің түрін ажырата білу маңызды. Сондай-ақ мәтіннің құрылымын түсініп, мәтіндегі сөз мағынасын контексттен ажырата білу, және детальды түрде оқу, яғни мәтінді сөзбе-сөз оқу өте маңызды. Алғашқы бірінші қадамды бір сөйлем әдісімен бастайық, яғни берілген жаңбыр мәтінін мұқият оқимыз. Жаңбыр. Жаңбыр табиғаттың ерекше сыйы. Халқымыз жаңбыр жауса, нұр жауып тұр деп жақсы ырымға балаған. Өзге де елдерде жаңбырға қатысты небір қызықты мәліметтер бар. Мысалы, Кубада жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта түнде ғана жауады. 17 ғасырда Ұлыбританияда жаңбыр туралы заң қабылданыпты. Заң бойынша жаңбырды дұрыс болжамаған синоптиктер жазаланатын болған. Нара қаласының тұрғындары уақытты жаңбырға қарап түсейді екен. Себебі жерде жауын күнделікті бір уақытта жауатын көрінеді. Ботсванада адамдар пула деп сәлемдеседі. Бұл сөз жаңбыр деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар ел валютасы да жаңбыр деп аталады. Уганда тұрғындарын найзағаймен қорқыту мүмкін емес. Өйткені мұнда жылына 250 рет найзағай жаңбыр жауады. Сонымен қатар психологтар туған күніңізде жаңбыр жауса, оны жақсылыққа балаңыз дейді. Егер сіздің туған күніңізде нөсер жауын жауса, онда қызметте мансабыңыз жоғары болады. Егер жаңбыр сіркіреп тұрса, сол жылы қиыншылықтар аз болады, хақ деген екен. Мәтіннің мазмұнымен толық танысқаннан кейін балалар екінші қадамға көшейік. Сканерлеп оқыту әдісі. Бірінші тапсырма. Мәтінде жаңбыр сөзі неше рет кездеседі? Астын қызылмен сызыңыз. Екінші тапсырма. Мәтінде кездесетін жалқы есімдердің саны неше? Астын сарымен сызыңыз. Үшінші тапсырма. Табиғаттың ерекше сыйы не? Сол сөзді қоршаңыз. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі есімше тұлғалы сөздерді қарамен сызыңыз. Бесінші тапсырма. Мәтіндегі көсемше тұлғалы сөздерді жасылмен белгілеп сызыңдар. Олай болса балалар, өздеріңнің жауаптарыңды мына дұрыс жауаппен салыстырып көріңдер. Бірінші тапсырма бойынша балалар, мәтіндегі жаңбыр сөзінің саны 12. Ал мәтіндегі жалқы есімдердің саны 6. Нақтылап айтсақ, Куба, Таиланд, Ұлыбритания, Нара қаласы, Ботсвана және Уган. Үшінші тапсырмада табиғаттың ерекше сыйы, әрине жаңбыр сөзін дөңгелектеп қоршаймыз. Төртінші тапсырмадағы есімше тұлғалы сөздер балаған, жазаланатын болған, жауатын сөздері есімшенің ған, атын, ған жұрнақтар арқылы жасалып тұр. Ал көсемше тұлғалы етістіктер жауады, қабылданыпты, қарап, түзейді, көрінеді, білдіреді, болады, сіркіреп сөздері көсемшенің АИ, АПП жұрнақтары арқылы жасалып тұр. Келесі үшінші қадамда балалар мәтінге қайта ораламыз. Алғашқы сұрақ. Психологтардың пікірінше туған күні нөсер жаңбыр жауса, А. Жамандық шақырады, В. Молшылық болады, С. Қызметтік мансабыңыз сәтсіз болады, Д жауабы қиыншылық болады, Е жауабы қызметтік мансабыңыз алға басады. Яғни балалар мәтінді қайта оқи отырып, осы берілген 5 нұсқаның тек бір дұрыс жауабын ғана таңдаймыз. Келесі тапсырма мәтіннің негізгі тақырыбы қандай? А. Табиғат тамашасы,
В. Найзағай ойнайтын мезгіл. С. Синоптиктер болжамы. Д. Ауа райы туралы ақпарат. Е. Жаңбырдың жерге әсері. Ойланып, мұқият жауап береміз. Келесі тапсырма. Валюта аты жаңбырмен байланысты ел. Мәтінде берілген: А. Ботсвана. В. Пара. С. Таиланд. Д. Ұлыбритания. Е. Уганда. Яғни қай елдің аты жаңбырмен байланысты екеніне мұқият ойланамыз. Олай болса, балалар, мінекей сендердің алдарыңа мәтінді қайтадан ұсынып отырмын. Яғни берілген бірінші сұрақтың жауабы: психологтар туған күніңізде жаңбыр жауса, оны жақсылыққа балаңыз дейді. Яғни, егер сіздің туған күніңізде нөсер жауын жауса, онда қызметте мансабыңыз жоғары болады екен. Ал мәтіннің негізгі тақырыбы, балалар, табиғат тамашасы, жаңбыр жайында айтылады. Валюта аты жаңбырмен байланысты ел, әрине мәтінде айтылғандай, Ботсвана елі. Жаңбыр мәтіні бойынша сұрақтарының дұрыс жауабын мына кестеге жазып толтырсаңдар болады. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, білім пирамидасы әдісімен жұмыс жасаймыз. Яғни, өздеріңнің бүгінгі сабақта алған ой-пікірлеріңді мына бағанға жазсаңдар болады. Төменгі баған: кіріспе, танымдық деңгейдемін, әлі де үйренерім көп. Немесе қанағаттанарлық деңгейде кейбір сұрақтарға қиналамын. Одан жоғары сатыға: тақырыпты жақсы білемін. Ал ең жоғарғы: өз білгенімді дәлелдеп қолдана аламын. Яғни берілген осы білім пирамидасына жауаптарыңды комментарий арқылы берсеңдер болады.